Өткір бол, бірақ білгіш сынып кетпе. Адамға өткір болған керек, бірақ ол білгіш сынумен шатыспағаны жақсы. Өткірлік пен өжеттік ішкі күшіңді танысса да, білгіш сыну өзгеге жүк болып сезіледі. Жөн білетін адам бұл жағында сақ болғаны жөн. Кәсібіңді, өз қабілетіңді байқатпақ болсаң, әнтек айла істетіп қалсаң болады. Есіңде болатыны уақыты жетпей тұрып, суырылып кетпегейсің. Жұрт танымады деп түңілмеген ер мәрт емес пе? Деген екен көңзі. Өзіңді өзге білмесе, ішің қапаға толатыны адам баласындағы табиғи құбылыс. Әсіресе жастар өзінің жай кісі емес екенін бүгін ертең білдіргісі кеп алып ұшады. Бүкіл дүние білсін десең, өзіңді ол да аса мүмкін болмаса, бүкіл мемлекет білсін десең, ол да қиынға түседі. Өз өңірің түгел білсін десең, ол да тәтті қиял болып қала берсе, тым құрмаса, өз ортаңа, тобыңа белгілі болсаң, ол да жаман болмас еді. Өзіңді біреу білсін десең, ең әуелі назарын аудара біл. Назар аударатын нәрсе сөз бен қимыл. Сонымен сөйлесең суырылып, қимылдасаң жолынып тұрар жай болады. Жанып тұру жұрттың жүйкесіне тиетін өте өнімді әдіс. Алайда байқап қарасаң, өмір тарихы, жұмыс тәжірибесі сенен әлде қызметтестерінің былай емес екенін көресің. Барда емес, жоқта емес, басына шыққан мүйіз ештеңесі де жоқ. Сөзі сынық, ісі сылбыр, артылып тұрған дәнегесі жоқ. Шеттерінен топас құсап тұрғанымен кім біледі, талантты сенен үстем шығар. Бір өңкей үндемес құсап отырған, ішінде самар жақ шешендері болмасына кімге біл? Қырқа еңсесі езілген, жайы болып көрінгенмен кеудесінде кесек мұрат алға деп атой сап тұрған шығар. Ал осылар суырылып, сөйлеп, жолынып, істеуге жоқ, бұл нендей жосын. Себебі олар суырылып сөйлесе, жаныңдағыларды ренжітіп аласың. Жаныңдағыларға жақпаған соң, олар сенің кедергіңе, бүлдірушіңе айналады. Ал жұлынып істесең, маңайындағылардың қызғанышын қоздырасың. Елдің қызғанышы да саған тосқауыл болады. Сонымен бірге бүлдірушің де сол болады, деп алаңдайды. Айналаңның барлығы бөгетпен бұзғыш болса, сен қайда барып, табан тіреп, қайда барып ұлы мұратыңа жүзеге асырмақшысың. Жастар ылғи да өз-өзіне жауды көбейтіп алады. Қызметтестерімен үйір айқас араласа алмайды. Мұның бәрі де алдыға түсіп ала бергеннен, жастардың алдыға түсіп албырттана беретіні біреу өзін танытса, білсе деген тілектің тым күштілігінен болады. Біраз жол көрген тәжірибелі қызметтестерінің берекелесе жүретін отасымдылығы қалайда кезінде осындай істерден ғибарат алғандығынан. Шым мырза жас кезінде бір басында үш өнер болғандығына мақтанып жүретін, жасса қаламы жүрдек, сөйлесе тілі шешен, жұмсаса жұдырығы қатты екен. Мектепте оқып жүргенде сабақтастарынан қорықпайтын, мұғалімнан қорықпайтын бір мықтының өзі бопты. Өйткені олар өзіндей мықты емес екен. Алғаш қоғамға қадам тасығанда сол мақтамен келем деп талай адамға айыпты болыпты. Бірақ ол тез оянып, достарының ақылымен оңалып, күнәсін жуып, өзіне елді оң қабақпен қарата бастапты. Сонда да аңғармай ағат басатын сәттері көп болып, өзі де көп соққы көріпті. Көп ауырған ауру жарым-жарты шипагер дегендей, ол өз басына пәлені сөзіменен ісінен тапқанын әбден біліпті. Кейбіреулер аңғармай аңғалдық істеуден
сақтану үшін жақсыларға еліктеп аузын бағады. Аузын ашып сөйлемей жатып сақсына бастайды. Аузы күйген үрлеп ұрттайды демекші, алаңғасарлықты түзеу үшін абай болмай басқа амал жоқ. Осындай мінездерің үшін алда-жалда сырт адамнан өте абайшыл, қарадай бой бағады деген сияқты сөз естісең, көңіліңе ала көрме, қайта қуан. Бәлкім біреулер айтар, бұл әурешіліктердің барлығы өзіңді өзгеге білдірмеу үшін немене деп. Өз өнеріңді байқататын орай байқалса-ақ, орайды қолдан жібермей, елден артық қабілетіңді танытып қал. Сонда жұрт өзінен өзі ақ сені байқайды. Өз өнеріңді көрсететін орай болмай қалар ма деп алаңдама. Қайта орайды қолдан жіберіп алатын, елді риза қылатындай тым тамаша нәтижең болмай қалатынынан қорқ. Шынымен өнерің болса, көрсетер орайды аңды. Шынайы өнерің болмаса, дереу өнер білуге қамдан. Балнамада оқыған жігіт оқтаулы мықтылық деген сөз бар. Қаруың болса, қай кезде де қор болмайсың. Білгіш сынудың саған зияны болмаса, пайдасы жоқ. Басыңда мүйізің болса, елді жазым етпей қоймайсың. Мүйіздің көзін өзің жоғалтпасаң, біреу сындырып тынады. Мүйіз сынды деген сөз, пәле көбейді деген сөз. Ал білгіш сыну дәл адам басынан шыққан мүйіздің өзі. Қадірменді тыңдармандар, құлақ қойып тыңдағандарыңызға алғысым шексіз. Сіздерде өздеріңізге бір ой түйіп, аларлықтай болды деген ойдамын. Пікірлеріңіз болса, және де қандай кітаптарды талап етесіздер, барлығын төменге жазып кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.